Мен ғана оқушылар бармайды. Онда сабақ бастамасынан алды біз психологиялық ахуал тудырып алсақ, ол үшін бір-бірімізге көркем еңбек пәнінен қандай құрал-жабдықтар қолданамыз, мысалы қайшы, ине, жіп, мата, сол сияқты көршілес қасындағы досыңды соған теңеп, жылы сөздеріңді айтсаңдар. Мен басайын, сен мінезің мата сияқты жолсақ, сен қайшы сақылды өткірсің. Сенің жұмыстарың не сияқты өткіріп тағында? Сен мата сияқты жолсың. Сен сенің сияқты әлемсің. Ақыры сен тірілісі қара сияқтысың, күнде көрген тірілісі қара сияқты болып жүр. Олай болса жарайды, жақсы. Бүгінгі сабақ бастамасы алдын топқа бөлініп алсақ, топқа бөліну үшін флешка әдісін таңдадым. Ол үшін мына жерде қыздар келіп бір-бір флешкадан алып алсаңдар, өздеріңіз сол бойынша топқа бөлінеміз. Алыңдар, келіңдер. Қандай береді? Аласыңдар, артында топ тұрады. Ашасыңдар да қай топ сол топқа барып отырыңдар. Біреу ал. Фактарын сөйлеп аламыз. Тезек жоғары текер Қаштарын тезек ебі. Масалдың біздің сабақта ең маңызды қауіпсіздік ережесі. Отырыңдар, отырып алыңдар. Ең басты қауіпсіздік ережесі. Қауіпсіздік ережесі әр сабақта сіздерге айтылып өтіледі. Ал соған байланысты өздерің білетін қауіпсіздік ережесімен былай істейміздер. Таяқша әдісінің қауіпсіздік ережесін таяқша әдісі арқылы сіздерді сұрауды жөн көрдім. Таяқша әдісінен, яғни былай істейміз. Әрбір оқушы, мына жерде 5 таяқша бар, топта 5 оқушы. Әрбіреуін бір-бір қауіпсіздік ережесінен айтып, 3 бұрыш бейнесін, не болмаса 4 бұрыш бейнесін жасап шығасыңдар. Жарай ма? Алыңдар бір-бірден. Қай топ бастайды? Топ айта ғой. Біз қашында қолданғанда адамға берген кезде сап жағына қарап беру керек. Бейне жасаңдар. 3 бұрыш, 4 бұрыш. Айт болды. Біз білгенде арнайы құрамшаларда немесе басқашаларда сақтамыз керек. Үтік қызып тұрған кезде оны қолын тексеруге болмайды. Иә. Жарайсыңдар. Бірінші топ айтыңдар. Біз қауіпсіздік немесе қауіпсіздігін аласың алайын. Аяқтан қойыңыздар. Айтыңдар. 3 бұрыш, 4 бұрыш бейнесін жасап шығамыз. Дұрыс. Тағы? Мен қысылға болмайды. Жарайсың. Қашыны адамға аударып беру керек. Қап жағын беру керек. Жарайсыңдар. Олай болса бүгінгі тақырыпқа көшсек, бүгінгі тақырыбымыз бұйымның нобайын әзірлеу, материалдар мен құрал-жабдықтарды дайындау. Осы сабағымызда оқу мақсаты әртүрлі графикалық тәсілдерді қолданып, бұйым дайындаудың реттілігі мен тиімділігін тәсілін анықтай отырып, графикалық және технологиялық құжаттарды дайындау, болашақ іс-әрекеттерді анықтау, өздерінің алған білімдері мен тәжірибелерін қолдана отырып шығармашылық әрекеттерін жоспарлайды. Осы оқу мақсатынан сымақ форматты сабақ мақсаты шығады. Яғни бүгінгі біз сабақ барысында қол жеткізетін мақсат ол оқушылар графикалық тәсілдерін қолдана отырып технологиялық картаны жасайды және алдағы шығармашылық әрекеттерді жоспарлайды. Олай болса бүгінгі тақырыбымыз жүннен жасалынатын бұйымдар, жүнмен жұмыс жасау, киіз басу, сол сияқты негізгі тақырыптармен өтеміз. Сіздерге алдын ала видео жіберілген. Бізде видео көрсетілмейтін болғандықтан алдын ала бұларға топ ашып видео жіберіп қойдым, иә сіздерге. 2 видео жібердім, сол видео арқылы жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма технологиялық карта жасау. Яғни 2 жұмыс жасаймыз дедім, соған технологиялық карта жасау керек. Әрбір жұмыс жасамастан алдын технологиялық картасын жасап алуымыз керек. Өйткені ол бізге жұмыс жасау барысында қолайлы ахуал тудырады, жақсы бізге бағыт-бағдар беріп отырады. Олай болса, жасап бастаңдар. Технологиялық карта. Бірінші топқа киіз басу бойынша, киізбен жұмыс жасау бойынша технологиялық карта. Екінші топқа жиектемеге лотос гүлін орнату. Сол бойынша технологиялық карта жасап шығамыз. Технологиялық карта міне қағаздар бар, түрлі қағаздар жазылды. Мынаға рет ретімен технологиялық карта бір рет ретімен жасап шығу болды. Не жасайтындарыңды. Бірінші тақырыпты оқимыз, одан кейін барып керекті құрал-жабдықтарды дайындаймыз. Сол сияқты рет ретімен жазып шығамыз. Білесіздер технологиялық карта. Көп уақыт кетпей 5-10 минутта жасап шығамыз. Атауы қандай сіздерде? Текемет туралы не білесіздер? Текемет дегеніміз не жалпы? Текемет қолданбалы өнер туындысы түрлі ою-өрнектер қойылады. Текеметтің шығу тарихы біздің заманымызға дейінгі 5-6 ғасырда өмір тұрмыста тартады. Қандай сіздерді бүгінгі технологияларды қалай жасап шықтыңыздар, соны айтып өтсеңіздер. Оқып берсеңіздер болады.
жасау үшін бізге құрал жабдықтардан пинцет, жүн керек және де А4 қағазы және рамка керек болады. Бірінші біз жүнді кішкене қылдырып, яғни барлық 3 түс болса, 3 түстен кішкене қылып алып қоямыз. Содан кейін біз лотос қызғылт түс болғандықтан сол түске сай жүнді алып, пинцетпен жаймен деп қоямыз. Қойып шығамыз. Содан кейін сыртынан егер лотосымыз үлкен болып шықса, онда жаймен деп рамканы кіргізіп шығарамыз. Содан кейін бізде лотос гүлі шығады. Дайын бүгінге. Жарайсың да. Бірінші боқтан атауын айтып өтсеңіздер, сосын киіз басу дегеніміз не? Дәстүрлі қазақы ортада алынған киіз басу үйлері оған жүн талшықтармен бір-бірімен біріктіруі негізделген. Технологиялық арқылы Бірінші тақырыппен танысу, нобай сызу, жұмыс барысын жоспарлау, керекті құрал-жабдықтарды дайындау, қауіпсіздік ережесін сақтап жұмысқа кірісу, фетрдің суретін салу, жүнді фетрға дейін кіргіземіз. Жарайсыздар. Олай болса, қазір екінші жұмысымыз бізде шығармашылық жұмыс боларса, ол сабақтың көп бөлігін алатын болғандықтан, қазір бізде серіктестік сәтін жасап алсақ, содан кейін барып шығармашылық жұмысқа кірісеміз. Жарай ма? Өздеріңіз дайындағандай технологиялық тастан дайындадыңыздар ғой. Соған керекті құрал-жабдықтар міне. Тастарыңызға апарып өтейік. Екінші топ лотос гүлін жасап шығу. Біне керек емес. Жүндер керек. Бірінші топ алтыдағы заттар бәрін жинап қойсақ, тек заттар бәрін жинап қойсақ. Соны кеңірек жасайық.
o'rtasini oranjiy bilan oqda aralashtirib qo'ydik, және so'ngni o'rtasini qora qo'ydik. Жарайсыздар, отырыңыздар. Biz Ferit nomliмен birге осы нерді бірге жалғастырып өңдейміз. Бұл жарайсыздар. Келесі сабақта аяқтайсыздар жұмыстарыңызды. Türk almalı özümüz halk dayana koyuyoruz. Önümüzde bağlayıp, haklası zamanlarda bağlayıp, yani toptu, koşu toptu bağlayıp. Koşuya kat açsı, armalı bağlayıp. Yani koşuya kamanda, top kanday hareket жасады, жақсы қатыстырмаса баққа, жұмыстарын қалай аяқтады, сол бойынша жазып, нәтиже жазып. Koşu бір-біріне беріңіздер. Birinchi top жұмыстарын өте белсенді аяқтады. Birinchi top өте белсенді қатысты. Уақыт жүзеге үйренбей қалды, бірақ маған жұмыстары ұнады. Маған бірінші топтың киіз басу жасаған ұнады. Менің ойымша бірінші топ өте белсенді қатысты. Жарайсыздар. Екінші топ. Олардың жұмыстары ауызбіршілікпен жасады. Жауаптары да жақсы орындайды. Жарайсыздар. Барлықтарыңыз сабаққа жақсы қатыстыңыздар. Енді бүгінгі сабақта алған кері байланыс ретінде сіздерге топқа бөліп қойып, флеш-картасымен соның артында ашсаңыздар QR код тұр. Соны телефондарыңызға скандап, маған Google платформасына кері байланыс қалдырсаңыздар. Бүгінгі сабақта. Ол жерде үш сұрақ тұр, сол үш сұраққа жауап алсаңыздар, осы жерде өткізесіз. Интересно, там же отметили. Kері байланыс аяқтаса, оны сабақты аяқтап, заттарымызды жинаймыз.